Баршаларыңызға қайырлы күн. Алма ағашы рефлексиясын осылай интерактивті форматта жасап көреміз. Ол үшін слайдты ашамыз. Google'дан осындай суреттерді әкеліп аламыз. Google'дан алма ағашын копировать етіп ставить етеміз. Алмаларды осындай қызыл, жасыл, сары формасына келіп ставить етіп аламыз. Неге осылай Google'дан осы суреттерді скачать етіп алсаңыз болады, копировать етіп слайдқа ставить етеміз. Оған сөздерді жазу үшін надпись, вставкадан надпись дегенге барып, осылай сөздерді жаза береміз. Менде дайын жазылып тұр. Енді оны осылай екеуі сөзбен алма бірдей қозғалу үшін осылай белгілеп аламыз. Және кідірілді басып, алманың өзін белгілеп, формат деген жерден группировать етеміз. Екеуі сонда, екеуі бірге қозғалатын болады, сөзі бөлек қалып қалмайды. Осылай белгілейміз. Группировать формат деген жерде группировать деген функцияны басамыз. Осылай қойып алғаннан кейін анимация береміз. Алманың бәрін шетке қойып аламыз. Алдымен алманың ағашын плавное появление деп көрсетіп көрініп тұрған соны басып анимация қоямыз. Осылай жай шығатын болады. Келесі қызыл алманы белгілейміз. Анимацияға кіріп увеличение деген түрін таңдаймыз. Алманың бәрін увеличение дегенге қойып шығамыз. Осылай төменге түсіп қоямыз. Соны слайд шоуға барып көрген кезде осылай шығатын болады.